Вам не можешь поставить. Не надо поставить. Это не для я же не, вы не понимаете, я не просто так с ним хожу, это для меня не бизнес, просто оно меня успокаивает, дарит. Дома слушайте. И дома я слушаю. Ассалаумалейкум, құрметті бауырлар. Біз өткен жолы Жамбыл ауданының майы қызметкерлеріне өтініш жасаған болатынбыз. Көшеде отырған қайыршыларға Құранды қоймауын, содан қалып қайыр сұрамауын. Ермек ағамызға өтініш жасаған болатынбыз. Қазір ол кісі келіп, мына жерден сол қайыршыларды тазалайтын болды. Осы жерде ендігіден былай олар отырмайды. Мынаны тыңдамайды дейді. Қойма десем, қоймайды дейді. Қоймасы вообще шықпай ақ қойсын болды. Онда знаешь? Да, он здесь двигается. Али, Смотри, Алаш, я с мамой. ты Куран поставишь, да? С этим зарабатываешь. Ну, Правильно? Знаешь, что такое Куран? Я знаю, конечно. Я сама недавно ислам приняла. Ладно, это хорошо, если ты принял. Ты без этого можешь, Ну, без если Куран бы- не можешь поставить. Не надо поставить Куран. Это не для Я не про, бизнеса. я же не, нет, вы не понимаете, я не просто так с ним хожу, это для меня не бизнес, просто оно меня успокаивает, дарит. Дома будьте, дома слушайте. И Здесь дома на я улице нельзя. слушаю, и потому. Ұстаз көшеде Құранды қойып, қайыр сұраған дұрыс па? Бисмилля, альхамдулилля, ассалату ассаламу аля расулилля. Ама баат, жалпы дінімізде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қайыр сұраудан қайтарған. Ал енді Құранды қойып қайыр сұрау әлбетте ол дұрыс емес. Жалпы Құранды Аллах Тағала қараңғылықтан жарыққа шығару үшін түсірген. Яғни оның ішінде қарайтын болсақ не жазылған Құранда? Құранда біздің міндеттеріміз жазылған. Оның ішінде 5 уақыт намаз оқуымыз, ораза ұстауымыз, зекет беруіміз, тағы сол сияқты міндеттемелер жазылған, адамзатқа бұйырылған. Және харамнан алшақ болып, халалдан жеу жазылған. Ал енді тағы да оның ішінде айта кететін болсақ, бұрынғы қауымның Аллах Тағала серік қосуымен қандай күнәға ұшырағандары жазылған. Болашақта осы өмірде Аллахқа серік қосып, құлшылықтан алшақтағандардың ертең қандай азапқа душар болатын жазылған. Міне осы сияқты қараңғылықтан жарыққа шығарушы ол Құран біз үшін түсірілген. Ол садақа сұрап, ол адамдарды алдап ақша жинау үшін түсірілмеген. Құранды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Иқраул Құр'ана фаиннаху яти яумал қиямати шафиан ли асхабихи." Құранды оқыңдар, ертең қияметте ол иесіне, яғни оқып жатқан иесіне шапағатшы болып келеді дейді. Құранды біз оқуымыз керек, өзіміз оқуымыз керек, және де амалымыз, ісіміз сай болу керек. Құран оқып жүрміз ба, оны дәретпен ұстауымыз керек. Құран оқимыз ба, дәретті болғанымыз абзал болады. Ал енді жаңа сіз айтып отқандай темекі тартып, бірақ Құран қойып қойсақ, ол екі жүзділік мұнафықтың белгісі болып қалады. Бұл нәрседен аулақ болуымыз керек. Бауырлар, жалпы қоғамдық орында әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 449 бабын бұл кісілер бұзып отыр. Яғни көшеде осындай қоғамдық орында қайыр сұрау, қайыр тілеу бұл заңсыз. Құранды қойып қайыр тілеп отыратын адамдар жайлы не ойлайсыз? Дұрыс па, жалпы дұрыс емес па? Құранды қойып қайыр сұрау ол дұрыс емес. Бірақ садақа беру ол әр адамға ол сауап. Оны енді Құранды қоймай-ақ өз жағдайын айтып сұраса, ол садақа беру ол мұсылманшылықта ол ең жақсы бір сауап нәрсе. Менің ойымша. Сіз өзіңіз садақа бересіз бе ондай кісілерге? Жоқ, бермеймін. Бермейсіз. Бермеймін. Дұрыс емес деп ойлайсыз? Мен дұрыс емес деп ойлаймын, өйткені ол көңілімнен шықпайды. Садақаның көңілінен шықпаса, ол берген дұрыс емес, ол өйткені садақа деп саналмайды.
сіз өзіңіз садақаны қайда бересіз? Кімдерге бересіз? негізі мешітке апарып беремін, содан кейін өзім көзім жеткен нақты нашар тұратын мұқтаж жандарға сондарға. Былай көшеде отырғанда, өйткені мен талай адамдарды көрдім, сөйтіп көшеде отырады, алаяқтық. Негізі олар кәдімгідей мешок ақшаны өткізеді де, кәдімгідей тұрмыстары жақсы. Подаяние здесь, которые, мы слушаем записи у них на магнитофоне, на сотовых телефонах, Коран они слушают. Это харам нету, это потому что там дух нету, телефона нет дух, магнитофон нет дух, им это харам нету. Чем они будут слушать какой-нибудь американский или русский какие-то мелодии, песни или напевы, лучше пускай слушают этот Коран, это харам им нету никакой. Вот. И пользуясь этим, они заманивают, будут, если на подаяние, это у них, это может осудить только один Аллах. Мы не имеем права их осуждать. Наше дело давать садака или не давать садака. Это уже выбор за нами остается. Но я считаю, если они будут слушать на сотовых телефонах это Коран, это пользу принесет им самим даже, чем они будут другой слушать. Садақа сұраса да адамдар береді ғой енді. Адамдарды аянышты түрге келтірейік деп, солай деп, сол Құранды қойып отырған шығар. Менің ойымша дұрыс емес енді ол Құранды бір өзінің бір мақсатына пайдаланып отырғандай болып тұрыпты да енді адамдар. Жеке пайдасына, жеке мүддесіне пайдаланып отырғандай болып отыр. Дұрыс емес деп ойлайсыз? Мен ойлаймын дұрыс емес. Негізі жоқшылық болған соң неше түрлі адамдар жасайды ғой. Бірақ негізі дұрыс емес, Құранда үйде оқылады, таза жерде. Сосын мешітте ғана. Көшеде ол музыка ретінде айтылуы мүмкін емес. Францияда болады дейсіз ғой? Францияда түріне қарап, адам беретін адам былай да береді. Жалпы сіз ол кісілерге өзіңіз садақа бересіз бе? Беремін мен. Сіздер мынаны түсініңіздер. Мен ол кісілердің жинап жатқан садақасында, елдің беріп жатқан садақасында шаруам жоқ. Тек мен Алла тағаланың сөзі осылай көшеде не болмаса басқа да осындай жерлерде қорланбаса екен деген ниетпен ғана жасадым. Және де сіздерге де өтініш жасаймын. Егер осындай заңсыздық, ең бірінші заңсыздық көрсеңіздер, ескертіңіздер, одан кейін барып біздің жаңағы мұсылмандық міндетіміз деп білемін. Сіздерге бір өте бір қызық жағдай айтқым келіп отыр. Осы іс басталғалы бері полиция қызметкерлері осы көшеде қайыртылып отқан адамдарды алып тастады ғой менің өтінішімнен кейін. Содан кейін ол кісілерді қарауына алып отырған сығандар келді маған. Ол кісілердің айтуы бойынша жаңа полиция қызметкерлері оларға рұқсат бермейді. Өйткені сіз шағым түсіргеннен кейін бізге күнделікті тамағымызды табу қиын болып қалды деп маған осындай өтінішпен біреу емес бірнешесі келді. Құранды қойып мұны қайыр сұрау дұрыс емес. Ал садақа беруші адамныңкі иншалла Аллах тағала қабыл етуші. Ал енді бұл жерде сол Құранды садақа сұрауға бизнес ретінде, бір кәсіп ретінде пайдалану әлбетте бұл дұрыс емес болып есептеледі. Пайғамбар саллаллаху келген хадисте не істейді? Бір жігіт садақа сұрап жатқанын көріп, сен жалпы қандай мүлкің бар дегенде, ол ешқандай мүлкім жоқ, дүнием жоқ, тек көрпе төсегім бар дейді. Сонда Пайғамбар саллаллаху көрпе төсегін алдыртып, сахабаларға сатып, соның ақшасын береді да не істейді? Жарысына тамағыңды алып жеданы, жарысына бір балта сатып алып, отын саттағыны сөйтіп күніңді көр дейді. Және сөйтіп бірнеше күннен кейін кел дейді. Біраз күннен өткеннен кейін жаңағы жігіт келеді, таза киінген, реңі кірген, кәсібіне Аллах тағала береке берген. Міне Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осылайша бізге үмметіне көрсетті. Садақа сұраудың болмайтындығына, кәсіп істеуіне. Әрбір адам кәсіп жасау керек. Міне көріп жатырмыз телевизордан. Бір кісі бір қолмен жүріп, бүкіл бала шағасын асырап, күнін көріп жатыр. Садақа сұрап жатқан жоқ. Міне еңбек етсең ерінбей, қарын тояды, қарның тіленбей дейді қазақта. Еңбек ету керек. Тіпті бір қолмен де күн көріп жатқан адам болса, тіпті әлемде қазір жаңалықтардан көріп жатамыз, екі аяғы ғана бар. Сол екі аяқтың өзімен кәсіп істеп, еңбек етіп, күнін көріп жатқандар бар. Міне Аллах тағала еңбек еткен адамға берекетін береді.
қайыр сұрау жалпы шариғатта дұрыс емес. Оның үстіне Құранды қойып, оны екі есе күнәға батқан әлбетте жақсы емес ол.